Мен бүгін жаңа карточка алу үшін Bank of Scotlandқа келіп едім. Банкке келгенмін, яғни сөйтсем барлық қағаздың бәрін алып, өзімнің BRP картымды немесе паспортымды алуды ұмытып кетіппін. Студенттік карта жарамайды әрине. Мен қазір Marks & Spencer'ске келіп тамақ жеп отырмын. Бұл осы жақтағы танымал сауда орталығы, желісі деуге олар. Қазақстанда да, Алматыда да бар екен ғой. Арбатта, Абылайханның бойында ет қосылған, сиыр еті және де чили қосылған, сосын бинс, горошки, сосын күріш қосылған ащылау сорпа. Қысқасы мен банкке келдім. Өзімнің ұмытып кеткен қағаздарымды алып келдім. Мында қағаздар, енді мен BRP картым. Осы банктың счетасын көрсетем сіздерге. Lovely. So what I'm going to do first, Rosa, is show you a short video. This video just explains the bank's obligations to you. Okay. It's very important when the video plays that we don't talk whilst it's playing, as it does contain important information that you need to hear. Okay. You may owe to HM Revenue and Customs. How we use your personal information. Your personal information will be held. Бүгін осы шаруаны бітіргеніме өте қатты қуанып тұрмын, өйткені жүрсең жүре бересің ғой. Ой. Бұл банктың маған бір жері, ол қалай айтсам екен. Ұялып қалдым. Көшеде осылай камераға сөйлеп үйренбегендіктен мен ұялам негізі. Менің карточкам бір аптаның көлемінде менің жатақханама келеді деді. Ең соңында жаңағы менімен отырған банктың менеджері айтты, қазір сіз кішкене тұра тұрыңыз. Біздің бас менеджеріміз келеді қазір сізге. To say hello to you деп, яғни сізбен сәлемдесіп амандасып кетеді деп мен жарайды дедім. Сосын мені келіп, жаңағы бір жігіт келіп, біздің банкта таңдағаныңызға рахмет, сәттілік, қиындықтар болса бізге келіңіз деп сөйтіп қолымнан алып сөйтіп кетті. Не дейді, орысша приятно дейді ғой. Мен приятно болып қалды, шынымен де сондай бір жақсы әсерде қалдым. Page rank usually goes from 0 to 1. There's a specific number your website gets. So as someone who publishes, which is when what we do in the seminar is important, what you do technically decides where your website will be in this rank. And if you take the one with the green on it, that will tell you your places. Бассейнге келетін жерде мынадай қызық зат бар. Мысалға, менің суға түскен кезде басыма тағатын орамалым. Бұл қазір су болып қалған. Осыны былай саламыз. Осыны бетін жабамыз. Ұстап тұрамыз. Ашамыз. Құрғақ болып қалған. Міне мен Strathclyde спорт орталығынан шықтым. Енді қазір тура қарама қарсы есікте кітапханаға баруым керек. Екеуінің арасы жап жақын. 2 аттам жер.
екінші қабатта отырмын. Өйткені бұл жерде silent study, тыныш отырып сабағыңды оқисың. Ешкім шуламайды, телефонмен сөйлеспейді. Шынымды айтсам, бүгін ұйқым 40 бөлінді, өйткені дүйсенбі күні дедлайн тапсыруым керек. Сол дедлайнға эссені жасау керек, жазу керек. Мен мінеки өзімнің кезекті ассайнментті жасап жатырмын. Бұл менің екінші эссем. Бітпей жатыр. Мына кітаптың аты сияқты. It's really complicated. My neighbor Fanfei, he is also trying to force himself to finish his assignment. Is it crazy? He is sitting here from 9 o'clock p.m. approximately 4 or 5 hours. Yeah. It's always hard during the deadlines time. Now I'm going to drink a coffee because I want to sleep. Gosh. Can you call me for sleep? No, I think if you want to sleep, but you have to do something, you can drink a coffee, and it might fight with your Assignment. yeah no it might fight with your how to sleep, with your desire to sleep, you know. Мен қазір зумба билеуге бара жатырмын. Шамамен бір 5-10 минутта басталады. Егер мүмкіндік болып жатса, онда зумбадан видео түсіруге тырысам, бірақ қайдам. Сағат 15-тен 12 кетті, қазір 3 минуттан кейін бастаймыз дейді. Қыздар келіп жатыр. Мен есіктің қасында тұрмын. Sorry. Мына жақта тоже қыздар отыр. Біз билеп болдық, бірақ өкінішке қарай мен билеген сәттерімізді түсіре алған жоқпын. Өйткені білмеймін, камераны қай жерге қоярымды білмедім. Сосын оны қоюға ұялдым. Мен кітабымды кітапханаға тапсыруға келдім. Баяғыда біз бастауышта оқып жүрген кезде осындай алманың сыртына қантты қатырып, қораз кәмпит сияқты қылып алып келетін. Мынаны көріп сол есіме түсіп тұр. Көптен бері кітапханада отырып, дедлайннан құтылғанша асығып, солай далаға шықпай қалғанмын. Мінекей көріп тұрсыздар, менің артымдағы керемет көріністі. Глазгодағы ең жаңағы адам көп жиналатын,
концерттер, әртүрлі митингтер, шаралар өтетін жер осы Джордж алаңы, Джордж Сквер, қаланың қақ ортасында. Өте ана жерде бір қыздар маған қарап күліп отқан сияқты, бірақ олар маған күліп отқан жоқ. Иә, солай ғой қыздар. Мына отырған екі қыз, осы екі қыз жаңа маған қарап күлген сияқты болды. Шынымен маған қарап күлсе, барып төбелеске шақырайын ба? Дүкенге келіп осылай билеп жүрсең, Three. 3, 5. 5, 7. 7, 9. 9, 1. 1, 6. 6, 5. 5, 7. 7, 12. 13. Do you want to join us? Yeah, come and join us. From Scotland, so my parents live in Inverness, in the north of Scotland, and I'm a student at Strathclyde Uni, and Ricky! Is that you filming it? Oh. You're filming it.